Баршаға сәлем. Торттың орнына ұсына беретін өте дәмді, нәзік болып шығатын карамельный пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде қарап алыңыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Міндетті түрде електен өту керек. Үстіне бөлме температураға сармайды салып, жақсылап крошка дайындаймыз. Егер де сармайды холодильниктен шығаруды ұмытып кеткен болсаңыз, кәдімгі теркадан өткізіп, екеуін араластырып, крошка жасай берсеңіздер болады. Енді бір жұмыртқаға шекерді араластырып алып, кішкене шекер ерігенше сәл-сәл араластырамыз. Венчикпен дайын болған массамыздың үстіне біз кішкене разрыхлитель қосып жібереміз да, одан кейін барып жаңағы сұйықтықты құйып, әдемілеп қамыр дайындайтын боламыз, қыздар. Бұл пирогтың, бұл песочный тесто любой пирогқа кете береді. Кез келген пирог, творожный пирог, сметанникке де жасай берсеңіздер болады. Бұл универсальный пирог деп тесто деп айтылады. Бұл тестаны енді холодильникке начинкасын дайындағанша салып қоятын боламыз. Начинка үшін 2 жұмыртқаға бөлме температурасындағы вареный сгущенканы саламыз. Вареный сгущенка міндетті түрде бөлме температурасында болу керек, өйткені піскен кезде іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Холодильниктен шықса, үстіне қаймақ, крахмал, кукурузный крахмал салып, жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Барлық заттың мөлшерін описание қалдырамын. Начинка дайын болғаннан кейін морозильникте тұрған қамырды шығарып, бірден жайып аламыз. Бұл жерде мен 24 сантиметрлік диаметрлік форма, соның үстіне енді жақсылап жайып, барлық жерін бір келкетіп тестаны жайып алып, үстіне біздің жаңағы сұйықтығымызды, начинкамызды құйып шығамыз. Кейін қызып тұрған печкада 35-40 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді пирог болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып алыңыз.